Селин бұзақыларға ақшаны беруге келеді. Левент қарындасың қайда? Қымбаттым, уайымдама, ол келемін деген. Левент ақшаны беруге барады. Бірақ бұзақылар оларды ақшасымен қоса ұрлап алып кетеді. Қаруымен қорқытып алып қашып кетеді. Селин қатты қорқып кетіп, мұнда кім бар, көмектесіңдер. Дүнду, полицияға хабарлас дейді. Налян Беллюрдің Хайри жөнінде айтқан сөзін ойлап, көлікті тоқтатып қалған кезде әмияны түсіп қалады. Ішін ашып қараса, өзінің суретін көріп шошып кетеді. Налян анасының айтқандары есіне түсіп, бұлай болуы мүмкін емес деп өз-өзіне сене алмайды. Хайри ас үйден өзінің әмияны іздеп жүреді. Фарида келіп қалып, сен не істеп жүрсің? Мұнда не шаруаң бар дейді. Хайри, Фарида ханым, маған түсіндіруге мұрша беріңіз. Мен әмиянымды жоғалтып алдым, соны іздеп жүрмін. Фарида шуланып, оны кім тапса саған әкеп береді, енді кет деп айқайлайды. Дүнді полицияға болған оқиғаны хабарлап жатқан кезде Селин телефонын алып қояды. Есің дұрыс па, полицияға хабарлассақ, әкем бәрін біліп қояды. Сумканы ұрлағанымызды әлгі бұзақылар жайлы. Сен одан да білдірмей үйге бар, ешкімге айтушы болма. Сұраса ауырып қалды дейді. Фарида әдеттегідей Налянның бөлмесін аластап жүреді. Мен ас үйді қарап шықтым, бірақ әмиянды таппадым дейді. Седат жұмысын істей алмай бұлпылықтырып жүреді. Бір қызметкер келіп, Седат мырза, сіз бе? Седат, мен енді уақытша осы жерде істеймін дейді. Менің есімім Дуру, аз уақыт болса да сізбен істесетініме қуаныштымын. Налян Беллюрге келеді. Бірақ Беллюр оған ренжіп қалған болатын. Беллюр, менің жұмыстарым бар, кетуім керек. Налян, өтінем, тыңдашы мені, кешірші, сенімен сөйлесуім керек. Сенің Хайри жайлы айтқандарының барлығы дұрыс келді. Өтінем, сөйлесейікші, сен маған керексің дейді Налян. Гүлжихан Рафетке хабарласып, ағасының ауырып қалған жөнінде бірнеше күнге қаладан кететін жөнінде ескертеді. Селин жездесінен көмек сұрап келеді. Аға, Левентті құтқарыңыз, сізден басқа ешкім істей алмайды, әкем білсе өлтіреді. Жарайды, көмектесем, бірақ Рафетке айтпа. Деп жатқан кезде Селинге Рафет хабарласады. Қызым, сен қайда жүрсің? Жұмыс орныңда жоқсың ғой. Анаң ұшып кеткелі жатыр, ал бізде жиналыс. Селин, әке уайымдамаңыз, қазір барамын дейді. Джавид, әкеңе білдірме, жұмысыңа бара бер. Айтпақшы, анаң кеткелі жатыр ма? Иә, сүйікті ағасы ауырып қалып та соған кетіпті. Сізге көп рахмет деп құшақтап кетіп қалады. Дүндуге әмияннан өзінің суретін тауып алғанын айтады. Беллюр, енді не істемекшісің? Хайримен ары қарай араласа бересің бе? Налян, бұл суреттің басқа мағынасы бар деп ойламайсың ба? Беллюр, әмиянға тек сүйікті адамның суретін сақтайды. Сен оған сондай адам болып тұрсың. Ол тек менің жүргізушім, сосын досыма айналды. Егер ол суретті апам көріп қойған кезде жайымызға қалдырмас еді. Беллюр, сен Хайриді жоғалтқың келмейді. Сенің суретіңді сақтағанына қуанышты сияқтысың. Бұл үлкен бақыт қой. Бірақ өзің соны мойындағың келмейді. Налян, сен өз-өзіңді кінәлама. Басқа адамға болған сезімің жайлы сен кінәлі емессің. Өз-өзіңе ренжіп кінәлап жүрме, сен кінәлі емессің. Ал енді маған уәде бер. Барлығы жақсы болады, уайымдама. Налян Хайридің өзінің суретін сақтағанына қатты қуанып басы айналып жүреді. Дуру Седатқа қалай жұмыс жасау керек екенін үйретеді. Принтерге суретті сіз дұрыс қоймапсыз. Сізге қалай істеу керек екенін көрсетіп жіберейін деп жақын тұрған кезде Налян кіріп қалады. Сендерге кедергі жасаған жоқпын ба? Жоқ, ол маған жай көмектесіп жатыр. Налян Седатқа, бүгін кешке бірге болайық. Бірнеше күн демалыс алып демалайық дейді. Седат таңғалып, сенде барлығы дұрыс па? Налян, мен не жаман көрініп тұрмын ба? Жоқ, қымбаттым, кешке жақсы уақыт өткізейік деп Налян кетіп қалады. Фарида Хайриді аңдып тұрады. Таконы шақыртып, бақшаға кім жауап береді? Әлгі ағашты кім отырғызды дейді. Ол ағашты Хайридің өзі әкелген болатын. Бір жағдай болды ма дейді. Фарида, маған сұрақ қойма. Жарайды, кешіріңіз. Оны Хайри мырза өз қолымен отырғызды дейді. Фарида қатты ашуланып, жарайды, бара бер дейді. Гүлжихан ханым келгенше мен осы үйге жауап беремін. Түсіндің бе? Мен енді Хайридің балдай алаңсыз өмірін құртамын. Дүнду Левент мырзаны уайымдап тұрады. Тако, саған не болды? Бәрі дұрыс па деп сұрай берген кезде Дүнду ашуланып шындықты айтып қояды. Левент мырзаны біреулер алып қашты, оны өлтіріп қояма деп қорқып тұрмын. Енді көңілің жай тапты ма? Деп аузынан қалай шығып кеткенін білмей қалады. Дүнду біреуге айтып қояма деп қорқып бірден Құран кітапта алып келіп, сен ешкімге айтпайсың деп ансу ішкізеді. Тако Хайриге келіп, мен сіздің әмияныңызды ас үйден таппадым. Онда бағалы зат бар ма еді? Тапсам бірден алып келемін дейді. Налян үйіне келіп сыртынан Хайриді қарап тұрады. Әмиянын өзінің сумкасына салып алады. Хайри, Налян ханым, жақсы барып келдіңіз бе? Жолда пробкасыз жақсы келдім, алаңдамаңыз. Хайри, ал мен әмиянымды жоғалтып алып күні бойы соны іздедім.
Сіз оны әлі таппадыңыз ба? Айтайын дегенім, оны жоғалттыңыз ба? Білмеппін. Оны қайда түсіріп алғанымды білмеймін. Бастысы басымыз аман болсын, табылып қалар дейді. Налян ханым, кілтті маған беріңіз, гаражға кіргізіп қояйын дейді. Фарида терезеден барлығын бақылап тұрады. Налян бөлмесіне кіріп, бірден Биллюрге хабарласады. Биллюр, бір-бірлеріңді көрдіңдер ме? Көрдік, бірақ сөйлеспедік дейді. Биллюр, мен саған кейін хабарласып барлығын айтамын. Қазір апамды көрген жоқпын, оның қайда екенін білмеймін. Сосын маған барлығын айт. Әрине айтып беремін деп тұтқаны қойып қояды. Сумкасынан әмиянды алып суретін қарап отырады. Фарида Налянның бөлмесіне кіріп қалған кезде оны жасырып үлгереді. Фарида, сен неге жұмбақтап сөйлеп жатырсың? Налян, Биллюрмен әңгімемізді айтып жатырсыз ба? Біз жай ғана әңгімелестік. Фарида, онда мен бекер алаңдап тұрмын ба? Сумкаңа не жасырдың? Көрсетші деп ішін ақтарып төңкеріп қарайды, бірақ еш нәрсе таппайды. Терезеге қарап, әдемі көрініс болып тұр. Налян, түсінбедім. Жүргізуші туралы айтып тұрған жоқпын, бақшадағы ағаш туралы айтып тұрмын. Сенің сүйікті ағашың, оны кім отырғызған? Налян, мен ол жайлы Седатқа айтқанмын, мүмкін ол біреулерге айтып отырғызған шығар. Фарида, солай ма? Оның кей кезде ақылы істеп кетеді екен. Алла алдыңнан жарылқасын деп кетіп қалады. Налян төсегінің астына жасырған әмиянды қарап отырады. Бұзақылар Левентті байлап қояды. Демек сен атақты Рафет Көреоғлының күйеу баласы екенсің ғой, алтын балық қолда десей. Ендеше аман қаламын десең, бізге 3 миллион ақша алып келесің. Левент Селенге хабарласып, бізге ақшаны алып келсін деп айт дейді. Селен жиналыста отырған кезде оған Левент хабарласады. Өтінем, мені кешіріңіздер, бұл өте маңызды қоңырау, деп Селен әкесін тыңдамай алды-артына қарамай кетіп қалады. Алло, Левент, қайдасың, амансың ба? Күйеуің әзірге аман. 3 миллион ақшаны алып келсең ғана босатамыз. Әйтпесе оны көрмейсің. Жарайды, ақшаны береміз, бізге адресті бер. Саған адресті жазып жіберемін, күт мені дейді. Селен жездесіне болған жағдайды айтады. Уайымдама, барлығын өзім реттеймін дейді. Жанна Седатқа хабарласады. Седат, менің машина гаражымда әкем біліп қойды. Содан ол мені тағы да жазалап жатыр. Саған тағы посуда жуғызып қойды ма? Жоқ, посуда жуғызып қойған жоқ, кеңсе жұмыстарын тапсырды. Бүгін кешке екеуміз көңіл көтерейік. Жоқ, мен бара алмаймын, Налян маған бірге уақыт өткізейік деді. Жанна ашуланып, әлі өкінесің істегеніңе дейді. Кешегі болған оқиғадан соң Пера Музоға хабарласады. Музо телефонды өшіріп қояды. Пера кешегі болған оқиғаны есіне алып, бақыттан басы айналып отырады. Бөлмесіне анасы кіріп қалып, қызым, кеше сен үйге кешкі келдің ғой, не істедің бұл жақта? Апа, жұмыстарым көп болды. Первин, маған қашанғы өтірік айтасың? Кеше көрдім Музафермен сүйісіп тұрғаныңды. Сен не оған ғашық болып қалдың ба? Мен бұған жол бермеймін, біз олай келіскен жоқпыз. Пера, жоқ, мен оған ғашық болған жоқпын, тек жоспар бойынша әрекет етіп жүрмін дейді. Музафер кешеден соң хабарласты ма деп жатқан кезде Музо хабарласып қалады. Әні, сенің ғашығың хабарласты дейді. Пера қуанып кетеді. Пера, кешір, мені жұмыстарым болып, қоңырауыңды ала алмадым. Бүгін кешке келіп сөйлесейік дейді. Налян айналасына жалтақтап жасырынып, төменге түсіп, Хайридің әмиянын жерге тастап кетеді. Оны әдеттегідей Фарида аңдып тұрып, көріп қояды. Әмиянды алып ішін тексереді, бірақ сурет жоқ болатын. Тако, мынау кімнің әмияны? Бұл Хайридің әмияны, оны күні бойы іздеп жүреді. Тако Хайриге әмиянды алып келеді. Хайри бірден сурет бар ма екен деп ішін ақтарып көреді. Суреттің жоқтығын көріп уайымдап қалады. Налян терезеден қарап тұр.